Сәлем достар, сіздермен бірге Атила. Менің Атила арнама қош келдіңіздер. Достар, біз бүгін сіздермен новый шығатын пропуск және инкубатор, сосын мылтыққа шығатын новый скиндер туралы әңгімелейтін боламыз. Видео ұнаса комментке плюс, ұнамаса минус жазып жіберіңіздер достар. Мен өзімді жетілдіру жолындамын және шығатын заттарға кеттік достар. Ең бірінші мен сіздерге міне осындай сумка көрсетемін достар. Енді мүйізі бар. Бұл енді көбіне серия. Бұл өзі пропуск апокалипсиске келеді достар. Типа андай зомбилар жүреді ғой. Типа сондайға келеді достар. Андай әлемді зомби жаулап алып, бұлар қалып машинамен бәрін қап, короче, сондай сияқты. Мына сөмке енді анадан өзгеше, эффектісі көп тема достар. Одан кейін мынау бізге халява емес бұл. Елеп просто сатып алмасам да берілетін сумка бар ғой. Сол енді бұл ешкім тақпайды достар. Просто коллекцияда тұра беретін сумкалардың қатарына жатыр. Шынында да бұл сумканы ешкім тақпайды достар. Одан кейінгі шығатын заттарда енді несі көрсетілмеген, краскасы, бірақ өзінің формасы көрсетілген, және ол мына шаңғы достар. Бұның енді несі пішіні өте әдемі, артынан от, көзі жанып тұр. Енді бірақ түсі ғана жоқ достар, ол алдағы уақытта шығатын болады. Одан кейінгі бізге беретін мынандай лутбокс, бұл мотоциклдің рөлі және екі бензопила. Бензопила адамның басында ойнап тұр, типа енді бұл. Сондай және апокалипсиске келеді да. Әдемі достар, бұның да түсі түстелмеген. Одан кейінгі тағы екінші шаңғы, бұның ана шаңғыдан айырмашылығы формасы бірдей, бірақ артынан шығатын оты жасыл. Одан кейінгі міне М14-ке скин. Бұның ешқандай способностьі жоқ, просто скин әдемілік үшін. Одан кейін мынау оғымен атылатын GG7 ме? Қандай еді бұның тұқматы? Сондай бұл. Бұған ең бір шығып отқан скин шығар осы. Бұған дейін оған скин шыққан жоқ. Одан кейінгі бізге тағы енді бұл лутбокс деп ойлаймын. Или анда не шығады, сындырып ішінен зат алатын. Или сондай, екеуінің біреуі достар. Бірақ лутбоксқа көп келетін секілді. Одан кейін достар, міне темама авиапоселкаға скин, авиапоселка жақтырасыз, сен осындай скин түседі достар. Әдемі. Одан кейінгі тағы да мынандай шықты достар. Бұл менің ойымша енді бұл андай не секілді, лутбокс секілді. Мін достар, шығатын жаңа обновалар не кереметті, стенкаға скин көріп тұрғандарыңызда жан-жағы әдемі істелген, какой-то қар емес, кәдімгі темір әдемі істелген. Одан кейін мынандай әдемі фондар шығатын болады. Үш фон, үшеуі де өте әдемі. Әсіресе біріншісі өте керемет көрінеді, және главный наборларға келетін болсақ, қызға келетін болсақ, ең бірінші қыздан маған не ұнады достар, міне тура осы ғой, міне үстінде плащ әдемі достар, өте тема. Бригадада қыздар болады, ондай проблема шешетін там. Сондай қыздарға енді өте керемет. Енді прическасы ұнайды дей алмаймын, прическасы ұнамайды, бірден айтайын. Прическасы ұнамайды, қалғандары өте тамаша, сондай қоңыр, сол бұрынғы заман, болашақ несін істергенде. Одан кейінгі ұлдың наборы, енді ұлдың наборы бөлек достар. Міне шашын қараңыздар. Шашы кірпіш шешен секілді андай әте үшкір бір нәрселер шығып тұр. Сосын мынандай противогаз секілді әдемі маска достар. Главара бандитов сияқты маска өте керемет достар. Сондай енді карантинный зонада жүретін адамдар болды, сондай сияқты істелген. Одан кейін бұл да бір главария бандиттің нелер сияқты. Одан кейін Deadshot деп тұр ма? Или үстінде жазу тілінген. Әттеуір өте мықты достар, маған өте қатты ұнады. Ол өз андай киімсіз, денесін татуировка болған нелер өзіме қатты ұнайды. Бұл сіздерге бұл елетті пропуск ұнаса, астына плюс, ұнамаса минус, және коммент жазып кетіңіздер, онымен оқимын достар. Енді келетін болсақ, мылтықтарға скиндер шығатын болады, және көбісі айтып жатыр, инкубаторға М14 шығады деп. Бірақ емірші М14-тан бұрын инкубаторға басқа шығады, ол қазір әңгімелейтін боламын. Және
өте көп новый скиндар шығатын болады достар. Енді олардың біреуі по-любому топовый болуы керек достар. Енді новый шығатын MP40, енді білесіздер, Титан Скар сияқты, абсолютный Титан сияқты. Енді оларда топ болуы мүмкін, және бірінші инкубатор достар. Мені көріп тұрғандарыңызда бұл инкубатордың ішіндегі олдың наборы, бұл типа Лего сияқты істелген, железный человек көп бір нәрсе. Одан кейінгі қыздың наборы. Бұл не достар? Бұл қандай не? Бұл самурайдың несі, анау әйтеуір мүйізі. Сондай істелген типа. Одан кейін мені тағы шығатын обнова, жаңа ол қыз және келіге не по идее. Мынау М40-пен атқанда жизнь береді, ана ортасындағы персонажға әлі тоқталу керек, мынау келей оған оқ атқанда қатты жүгіреді по идее. Және мынау шығатын новый скин дер. Бұларды ары қарай музыкамен көріңіздер достар. Міне достар, осылай менің бүгінгі жаңа пропуск және инкубатор жаңа скиндер туралы шығарған видеом өз соңына жетті. Достар, маған қолдау көрсетіп, комментарий және лайк басып, арнаға тіркеліп, колокольчикті, яғни қоңыраушаны шетіп жібереміз достар. Сіздермен бірге болған Атила, келесі кездескенше.